Американдық кәсіпкер, Microsoft компаниясын құрғандардың бірі, қоғам қайраткері, филантроп Уильям Генри Гейтс 3, яғни Билл Гейтс 1955 жылы 28 қазанда Вашингтон штаты Сиэтл қаласында дүниеге келген. Гейтс Лейксайд мектебінде оқып жүргенінде, яғни 13 жасында General Electric компаниясының компьютерінде өзінің алғашқы бағдарламасын жазады. Ол тик-так-тоу ойынының нұсқасы еді. 13 жасында Гейтс достарымен мектеп компьютерін бұзып, құпия ақпараттарға қол жеткізеді. Сиэтл компьютерлік орталығы жас хакерді жазалаудың орнына, оны өз бағдарламаларын тексеріп отыруға жұмысқа алады. Мектепте Билл грамматика, қоғамтану секілді пәндерден үздік болған. Ол мұндай пәндерді қажетсіз деп есептеген. Дегенмен ол математикадан жоғары бағалар алған. 15-16 жасында Билл Гейтстің ата-анасы оның компьютерге деген әуестігінен үрейленіп, оны пайдалануға тыйым салған. Билл бір жыл бойы Наполеоннан бастап Рузвельтке дейін биографияларын оқып шыққан. Себебі оны тарихи тұлғалардың ойлау әдісі қызықтырған. Мектепте Гейтстің бағдарлама жазуға деген қабілетін байқап, оған студенттердің сабақ кестесін жасауға арналған компьютерлік бағдарламаны жазуға рұқсат береді. Билл өзіне қызықты қыздар көп оқитын сыныптарға бару үшін қулыққа барып, кодты өзіне бейімдеп жазады. Жасөспірім жасында Гейтс World Book Encyclopedia кітабының 22 томдық сериясын түгел оқып шыққан. 17 жасында Гейтс достарымен бірге Tрафодата компаниясын құрды. Компанияның мақсаты жол қозғалысына арналған есептеуіш жасау болатын. Билл Гейтс университетке түсу үшін тапсыратын SAT емтиханында 1600 балдан 1590 жинаған. 1973 жылы Билл Гарвард университетіне түсіп, 2 жылдан кейін 20 жасында оқудан шығып кеткен. Ол Пол Алленмен бірге құрған Microsoft компаниясымен айналыса бастайды. Гейтс университет профессорларына өзінің 30 жасқа дейін миллионер болатындығын айтқан. 31 жасында ол миллиардер атанды. 1975 жылы Билл Гейтс Нью-Мехико штатының Альбукерке қаласында жүргізуші куәлігінсіз рөлге отырғаны үшін және бағдаршамның қызыл түсіне өтіп кеткені үшін алғаш рет тұтқындалды. 1994 жылы 1 қаңтарда Гейтс Мелинда Френчке үйленді. Оның 3 бала шағасы бар. 1494 жылы аукционда Билл Гейтс Лестер кодексін $30 миллион сатып алған. Лестер кодексіне Леонардо да Винчидің 1506-1510 жылдардағы ғылыми жазбалары кіреді. Гейтс Porsche автокөліктерінің үлкен коллекциясына ие. Оның ішінде ерекшесі Porsche 959 спорт көлігі. Билл оны ақш билігі жалпы жолда пайдалануға рұқсат бергенге дейін 13 жыл бұрын сатып алған. Бұрындары Гейтс ұшақта көбінесе эконом класста пайдаланған. Қазіргі таңда ол 1997 жылы сатып алған жеке ұшағымен ұшады. 2007 жылы 7 маусымда Билл Гейтс Гарвард түлегі атанды. Университет әкімшілігі оған диплом беруді шешеді. 2008 жылы Билл Гейтс Microsoft'тың жетекшілік қызметінен кетіп, Bill and Melinda Gates Foundation қорында қайырымдылықпен айналысуға бел буған. Forbes журналына сәйкес, Билл Гейтс 1996-2007, 2009-2016 жылдар аралығында әлемдегі ең бай адам болды. Оның байлығы $100 миллиард құрайды. Миллиардер бала шағасының әрқайсысына тек $10 миллион қалдыратынын өсиет еткен. Себебі үлкен қаражат балалары үшін тек кері әсерін тигізетінін айтқан. Билл Гейтс Microsoft'та жұмыс істемегенінде, жасанды интеллект саласында зерттеу жұмыстармен айналысатынын айтқан екен. Гейтс жылына 50 кітап оқиды. Оның айтуынша, ол үшін кітап оқу жаңа нәрселерді үйренудің негізгі көзі болып табылады. Дегенмен Билл ешбір шетелдік тілдерді білмейді, және оны өзінің кемшілігі санайды. Бала кезінде Билл Гейтс әткеншекте тербелгенді жақсы көрген. Егер қазір бір нәрсеге ойлану керек болса, ол тербеле бастайтын көрінеді. Билл Гейтс қайырымдылыққа бөлетін қаржы көлемі бойынша рекордсмендер қатарына кіреді. Мәселен, 2016 жылға дейін ол қайырымдылық іс-шараларына $31 миллиард қаражат жұмсаған.